Сәлем достар, бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан пирогтардың бірімен таныстырып өтетін боламын. Ол үшін заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Бұл тек қамырдың заты, яғни тесто жасау үшін осы заттарды дайындап аламыз. Барлық затымыз бөлме температурасында болуы қажет. Үлкен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, үстіне қантымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Араласқаннан кейін үстіне разрыхительді және ұнымызды бөліп салатын боламыз. Қолымызға жұмсақ, сәл жабысқақ қамыр пайда болуы қажет. Достар, егер менің каналым сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды сұраймын. Енді біз қамырымызды осындай 24 диаметрлік формамызға орналастырып шықтық. Енді біз ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Алдын ала жуылған, кептірілген жаңғағымызды, өрігімізді және мейізімізді салатын боламыз. Видеода көрсетілгендей кезек-кезек салып отырсаңыздар жақсы болады. Енді бізге үстіне құю үшін сапалы сгущенка қажет болады. Сапалы сгущенка құймайтын болсақ, онда беті күйіп кетеді. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте әдемі шықты. Дәмі деген өте керемет. Жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын. Сіздермен болған Айдана.